Баршаларыңызға сәлем. Бүгін тағы да ерекше әдемі болып шығатын жаңа жылдық салатпен бөліскім келіп отыр. Піскен етімізді төрт бұрыштап ұсақтап тураймыз. Тұздалған қиярымызды да төрт бұрышты етіп тураймыз. Мен бұл жерде кішілеу салат жасадым. Сіздер жаңа жылға үлкенірек қылып немесе екі жерге қоятындай қылып жасайтын болсаңыздар, описанияда жазылған ингредиенттерді екі есе көбейтіп жасайсыздар. Екі жұмыртқаның ақ уызын бөлек алып қоямыз. Ал қалған сарысы мен қалған жұмыртқаларды төрт бұрышты етіп тураймыз. Жүгеріні қосып, біраз тұздап және бұрыштаймыз. Біраз майонез құйып, барлығын араластырамыз. Ыңғайлы ыдысымызға салатымыздың барлығын салып, қолбақтың формасын келтіреміз. Достар, егер каналыма тіркелмеген болсаңыздар, міндетті түрде тіркеліп алыңыздар. Өте қызықты, ерекше рецепттер көп және алда да болады. Лайктарыңызды аямай, комментарий жаза отырыңыздар. Каналымды ашып қарайтын болсаңыздар, тек қана рецепт емес, бұл жерде мен өзімнің күнделікті қолданатын лайфхактарыммен де бөлісемін, және де өзім жасаған әдемі әшекейлердің де видеолармен бөлісіп отырамын. Міндетті түрде тіркеліп алыңыз. Піскен сәбізімізді үккіштен өткіземіз. Біраз тұз себеміз және үлкен бір қасық паприканы салып, барлығын жақсылап араластырамыз. Бұл жерде паприка бізге қанық түс беру үшін қолданылады. Енді екі шанышқының көмегімен жаңағы сәбізімізді қолбағымыздың үстіне барлығын дәл видеодағылай салып шығамыз. Тек қана қолбақтың бас жағына ғана сәбізді салмайсыздар. Осындай лопаточканың көмегімен барлық сәбізімізді жұлым-жұлым болып тұрмас үшін үстін тегістеп, шет-шетін барлығын тегістеп шығамыз. Жұмыртқаның ақ уызын ұсақ өткіштен өткіземіз. Ақ уызды да шанышқының көмегімен орналастырып шығамыз. Және шет-шетін тегістеп басып шығамыз. Осылай әдемі қолбақ болып шығады. Дастарханға осылай да ұсынсаңыз болады. Бірақ мен әсемдейін деп шештім. Өздеріңіздің фантазияларыңызға байланысты кез келген нәрсемен әсемдей беруге болады. Майонезбен де әсемдеуге болады. Мен сияқты сырмен де әсемдеп қоюға болады. Бұндай әдемі салат дастархандардың көркін ашатынына мен сенімдімін. Міндетті түрде дәл осы рецептпен жасап көріңіздер.
Бұл рецепті тезірек өзіңізге сақтап алыңыз. Келер жыл жылан жылы екенін барлығымыз білеміз. Келген қонақтарыңызды таң қалдырғыңыз келсе, міндетті түрде осы салатты жасаңыз. Қажетті заттарымыз самсақ, тауықтың төс еті, 4 жұмыртқа, картоп, киви және чернослив. Алдымен сарымсағымызды ұсақтап турап аламыз. Ыдысымызға сарымсақты салып, үстіне 1 шай қасық уксус, 1 шай қасық қант және бөлме температурасындағы суды құйып, жақсылап араластырып, шетіне алып қоямыз. Тауықтың төс етін ұсақтап тураймыз. Картопымызды да 4 бұрышты етіп тураймыз. Екі жұмыртқаның сарыуызын алып қоямыз, қалған жұмыртқаның барлығын ұсақтап тураймыз. Барлығын бір шұңғыл ыдысқа салып, үстіне 100 грамм сырды теркадан өткіземіз. Және сарымсағымызды судан сүзіп алып, оны да саламыз. Тұздаймыз. Біраз майонез салып, барлығын араластырамыз. Кез келген ыңғайлы ыдысымызға салатымыздың барлығын салып, жыланның басының формасын қалақтың көмегімен келтіреміз. Кивиді жіңішке етіп турап, дәл видеодағыдай бөліктерге бөліп, жаңағы салатымыздың үстіне видеодағыдай барлығын тізіп шығасыздар. Алып қалған жұмыртқаның сарысынан 2 көзін жасаймыз. Енді черносливтің көмегімен көздеріне қарашық жасаймыз және мұрын жасаймыз. Дәл видеодағыдай жасайтын болсаңыз, еш қиындығы жоқ, черносливіміз жақсы жабысады. Жыланның аузында жасайын деп шештім. Дәл осылай черносливті ұзын-ұзын қылып қиып, пышақтың көмегімен итеріп жабыстырсаңыз, барлығы тез жабысады.
Жыланымызға шынайылықты беру үшін көзіне біраз майонезді жақтым. Осымен біздің керемет салатымыз дайын. Өте ерекше әрі дәмді болып шығады. Жасап көріңіздер. Сәлем баршаңызға. Құрамы қарапайым заттардан ғана тұратын, бірақ өте әдемі болып, дастархандарыңыздың көркін ашатын салаттың рецептімен сіздермен бөлісемін. Пекин орам жапырағын қолданамыз. Мен бұл салатқа 250 грамм пекин орам жапырағын қолдандым. Жұқалау әрі ұзын қылып турап аламыз. «170 грамм краб таяқшаларын қолданамыз. Видеодағыдай бір таяқшаны 4-ке бөліп ұсақтап тураймыз. Екі қайнатылған жұмыртқаны 4 бұрыштап тураймыз. Бір банка жүгерінің жартысынан көбін саламыз. Дәміне қарай бұрыш және тұз саламыз. Бірнеше ас қасық майонез салып, барлығын араластырамыз. Салатымызды салатын ыдысты дайындап алып, осындай тортқа арналған форманы қолданамыз. Ішіне салатымыздың барлығын салып, қалақтың көмегімен үстінен басып, тегістеп шығамыз. Егер сізде кішілеу қияр болса, онда екеу қажет болады. Менде осындай ұзын қияр, ортасынан бірлет бөлдім. Енді осындай жеміс-жидек тазалағышпен жіңішке етіп кесіп аламыз. Алдымен бірнеше жолақшаны кесіп аламыз. Одан кейін екінші жақ бөлігін аударып, қиярдың екінші жағынан да бірнеше жолақша кесіп алып, қайтадан тағы аударып отырасыздар. Сол кезде жолақшаларыңыз біркелкі болып түседі. Енді салатымыздың бетін әдемілейміз. Дәл видеодағыдай қиярдың барлығын дізіп шығасыздар. Алып қалған жүгерімізді ортасына салып шығамыз. Салатымыз дайын. Осындай өте әдемі әрі дәмді болып шығады. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Каналыма тіркеліп, лайк басуды ұмытпаңыздар.
Сәлем баршаңызға. Сливкисіз, творожный сырсыз, тіпті духовканы да қажет етпейтін, осындай әдемі, биік болып шығатын торттың рецептімен сіздермен бөлісемін. Алдымен кремін дайындап аламыз. Ол үшін ыдысымызға 500 грамм сүтті құйып, 2 жұмыртқаны саламыз. 200 грамм қант саламыз. 40 грамм крахмал саламыз. Барлығын араластырамыз. Қызып тұрған пешіміздің үстіне қойып, кремімізді пісіріп аламыз. Кремнің асты күйіп кетпес үшін тоқтаусыз араластырып тұрамыз. Креміміз қоюланып, осылай қайнай бастайды. Сол кезде пештің үстінен алып тастап, бетіне пищевая пленканы дәл видеодағыдай бетіне осылай қалақтың көмегімен жауып тегістеп шығамыз. Кремімізді суытуға қойып қоямыз. Енді корждарын дайындау үшін 4 жұмыртқа қажет. 80 мл сұйық май, 120 грамм қант, барлығын араластырамыз. 300 мл сүт құйып, тағы да араластырамыз. 280 грамм ұнның үстіне 2 шай қасық разрыхлитель саламыз. 3 ас қасық какао салып, бұны да араластырамыз. Шыққан екі массаны бір-біріне салып, барлығын жақсылап араластырамыз. Осындай сұйық масса шығады. Енді 3 бірдей ыдысымызды дайындап алып, үшеуіне тең қып бөліп шығамыз. Қызып тұрған табамызды майлаймыз. Қамырымыздың бір бөлігін құйып, бетін жауып, 10-15 минутта баяу отта пісіріп аламыз. Қамырымыздың бетінде тесіктер шыға бастаған кезде зубочистканың көмегімен пысқанын тексеріп аламыз. Мен осындай кольцомен барлығын бірдей қылып кесіп алдым. Егер бұндай кольцо сізде болмаса, кез келген табақты төңкеріп, пышақтың көмегімен кесіп алсаңыздар болады. Бізде осындай барлығы бірдей коржықтар шықты. Енді кремімізге көшеміз. 150 грамм жібіп тұрған майымызды ыдысқа салып, 5-10 минуттай миксерлаймыз. Осы кезде суыған кремімізді алып, бір-бір қасықтан салып, барлығы бірдей болғанға дейін миксерлаймыз. Осындай крем бізде шығады. Енді тортымызды жинаймыз. Бұл крем торттың барлық жеріне жетеді, сол үшін аямай сала берсеңіздер болады. Бетін пищевая пленкамен жауып, холодильникқа қойып қоямыз. Енді тортымыздың бетін әрлеуге көшемін. Өз фантазияларыңызға байланысты кез келген затпен әрлей берсеңіздер болады. Мен қалған кремді шет-шетіне жағып шықтым. Шетіне бағанағы торттан қалған қиықтарын блендермен үгітіп, соны жағып шығамын. Тағы да тоңазытқышқа 1 сағатқа қойып қоямыз.
Тортымыз дайын. Көріп тұрғандарыңыздай өте биік болып шығады. Жұмсақ болады. Міндетті түрде осы рецептпен жасап көріңіздер. Барлығы қолжетімді затпен жасалады. Барлықтарыңызға ас болсын. Каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңыздар. Сәлем баршаңызға. Бүгін осындай әдемі әрі дәмді болып шығатын холодец жасаймыз. Сиырдың басын немесе сирағын осылай 6-7 сағаттай баяу отта қайнатамыз. Бір сарымсақ, бір сәбіз, лавровый лист, 10 шақты бұрыш және тұз салып, тағы да біраз қайнатуға қойдым. Уақыт болғаннан кейін барлығын сүзіп аламыз. Сорпамызды да сүзгіштен өткіземіз. Енді осының барлығын сүйектен ажыратып аламыз. Және сорпада бірге пісқан сәбізден мен осындай әдемілік үшін гүл жасадым. Касемізге осылай петрушканы қойдым. Жәнегі етімізбен қиқамызды осылай ұсақтап турап шығамын. Мен екі түрлі холодец жасайтын боламын. Біреуі осылай каседе жасалатын, екіншісі ет тартқыштан өткізіп жасайтын боламыз. Касеге туралған заттарымызды орташа қылып саламыз. Мен әр касеге бір-бір чесноктан салдым. Оны осылай чеснокодавкадан өткіземіз. Дәміне қарай бұрышын саласыздар. Ыстық сорпамызды еттің бетін сәл ғана жауып тұратындай етіп құясыздар. Және салқынға 3-4 сағатқа қойып қоясыздар. Енді қалғанның барлығын ет тартқыштан өткіземіз. Мен негізі холодецтің чесногы көп болғанды жақсы көрем. Енді өздеріңіздің қалауларыңызға қарай қосасыздар. Бұрышын құясыздар. Ыстық сорпаны құйып, барлығын араластырамыз. Бізде осындай қоймалжын масса шығу керек. Менде осындай специальный форма бар. Немесе ет табаққа да құюға болады. Барлығын құйып, бетін жауып, салқын жерге қоясыздар. Холодецтерді мен ертесінде бірақ кестім. Міне осындай болып шығады. Барлығы жақсы қатып тұр. Қазір осының барлығын ашып сіздерге көрсетемін. Өте әдемі болып шығады. Менде бұл жерде касеміздің көлемі үлкен. Кішкентай касеге де жасап, қонақ келгенде үстелге қойсаңыздар өте әдемі болып көрінеді. Қалауларыңызға қарай ішіне горох та қосуға болады, кукуруза да қосуға болады. Қандай зат қоссам десеңіздер, өздеріңіз білесіздер. Арасын кесіп көрсетейін. Өте дәмді болып шықты. Міндетті түрде жасап көріңіздер осы рецепт бойынша. Енді мен екінші ыдыстағында кесіп көрсетейін. Екінші ыдыстағы холодеціміз тоже жақсы қатты. Өте дәмді болып шықты. Каналға тіркеліп, лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңыздар. Бұл бауыр торты аузыңызда еритін болады. Егер ерімеген болса, рецепттегі пропорцияларды сақтамағансыз. Міндетті түрде жасап көріңіз. 400 грамм бауырды пленкадан тазалаймыз. Бірнеше бөліктерге бөліп, шұңғылдау ыдысқа саламыз. Блендердің көмегімен сұйық массаға айландырамыз. «350 грамм кез келген сүтті құйып, бір жұмыртқа салып, бұрыш саламыз, жарты шай қасық тұз саламыз. Және жарты шай қасық сода саламыз. Барлығын тағы да блендерлаймыз. «70 грамм ұнды салып, тағы да блендерлаймыз.
Бізге тағы бір ыдыс және сүзгі қажет болады. Шыққан массамыздың барлығын сүзіп шығамыз. Кішкентай қасықтың көмегімен ары бері қозғалтсаңыз тезірек сүзілетін болады. Міндетті түрде сүзіңіздер. Сүзбейтін болсаңыздар, қазір жасайтын блиныларыңыздың барлығы қалың әрі ішінде бауырдың тамырлары жүретін болады. Мінекей, көріп тұрғандарыңыздай, осындай слиздан барлық массаны тазалауымыз қажет. Барлығын сүзіп болғаннан кейін 2 үлкен қасық сұйық май құямыз. Барлығын жақсылап араластырамыз. Бізде осындай әдемі әрі сұйық массамыз шығады. Осыдан енді блины қуырамыз. Негізі блиныды кез келген табада қуыра беруге болады. Тек қана әр блиныды құйған сайын табаны майлап отыруды ұмытпаңыздар. Шет-шеті ағара бастаған кезде екінші жағына аударасыздар. Енді арасына жағатын начинканы дайындаймыз. Ол үшін үлкен сәбізді кішкентай теркадан өткіземіз. Екі чеснокты чеснокодавкадан өткіземіз. Майонез салып, барлығын жақсылап араластырамыз. Әр слойға бір үлкен қасықтан салып, барлық жеріне жағып шығамыз. Осындай әдемі торт болып бізде шықты. Жасап көріңіздер. Сәлем достар, мүлдем пісіруді қажет етпейтін, сондай нәзік әрі дәмді, түрі де ерекше, дәмі де ерекше болып шығатын торттың рецептімен сіздермен бөлісемін. Бірден айта кетейін, менің тортымның диаметрі 17 сантиметр. Алдымен 150 грамм кез келген печеньяны блендердің ыдысына осылай бірнеше рет бөліп салып, блендердің көмегімен ұсақтап аламыз.
Енді ұсақталған ұнтағымызды ыңғайлы ыдысымызға салып, үстіне 60-70 грамм майды микроволновкада ертіп алып, сұйық күйінде осы ұнтағымыздың ішіне құйып, барлығы біркелкі болғанға дейін араластырып шығамыз. Бізде осындай масса шығады. Кез келген формаға орналастырсаңыздар болады. Менде осындай түбі жоқ форма, сол үшін астына фольганы қойып, бетіне кәдімгі файлдан осындай домалақ форма кесіп алдым да, үстіне барлығын салып шықтым. Түбі түзу ыдыспен нығыздап, тегістеп форма беріп шығамыз. Шыққан форманы холодильникқа қоя тұрамыз. Енді салмасын дайындаймыз. 150 грамм творогтың үстіне 200 грамм творожный сыр саламыз. 200 мл айран құямыз. 100-150 граммдай қант саламыз. Қантымыз ергенге дейін барлығын миксерлаймыз. Блендердің көмегімен де бірнеше рет айналдырып, ұсақтап шықсаңыздар, торттарыңыз одан арман нәзік болып шығады. Енді салмамызды бір шетке ала тұрып, 50 мл суға 10 грамм желатин салып араластырып қоя тұрамыз. Желатиніміз біраз ісінгеннен кейін микроволновкаға қойып, ертіп аламыз. Осылай еріп шығады. Енді салмамызға араластырып отырып, желатинді біртіндеп құямыз. Барлығын жақсылап араластырыңыздар, біркелкі болып араластырылып шығу керек. Холодильниктағы тортымызды алып, үстіне салмасын құйып шығамыз. Лопаточканың көмегімен барлығын тегістеп шығуға болады. Немесе видеодағыдай ақырындап қозғалтып тегістесеңіздер де біркелкі болып шығады. Шыққан тортымызды 1 сағатқа холодильникқа қоямыз. Енді бетіндегі бананды дайындаймыз. Ол үшін 30 мл суға 5 грамм желатинді салып, тағы да араластырып қоямыз. Массамыз ісінгенге дейін күтеміз. 150 мл суға 15 мл лимон шырынын құйып, бірнеше қасық қант салып, араластырып, оны отқа қоямыз. Суымыз қайнай бастаған кезде алып тастаймыз оттан. Жаңағы желатинімізді үстіне құйып, біраз ергенге дейін араластырамыз. Банандарымызды жіңішке етіп турап аламыз. Үстін лимон қышқылымен біраз сеуіп шығамыз. Тоңазытқыштағы тортты алып, бананымызды бір-біріне жақын етіп қойып шығамыз. Бананның үстіне 10 шақты қасықтай желатинді құйып шығамыз. Холодильникқа қайтадан 15-20 минутқа қойып қоямыз. Уақыт өткеннен кейін қалған желатинімізді үстіне тағы да қасықпен барлығын құйып шығамыз. Барлығын құйып болғаннан кейін тоңазытқышқа 3-4 сағатқа қойып қоясыздар. Міне осындай өте ерекше, сондай нәзік әрі дәмді торт болып шықты. Үй үшін егерде таң қалдырғыларыңыз келсе, осы тортты міндетті түрде жасап көріңіздер. Каналға тіркеліп, лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңыздар. Барлықтарыңызға ас болсын. Сәлем достар, каналыма қош келдіңіздер. Егер үйлеріңізде картоп болса, онда міндетті түрде осы ең ерекше тағамдардың бірін жасап көріңіздер. Нәзіктігі соншалық, енді тілмен айтып жеткізе алмаймын. Дәмі деген өте керемет болып шығады, сочный болып шығады. Жасап көріңіздер. Алдымен сарымсақты ұсақтап, төртбұрыштап турап аламыз. Болгар бұрышын ұсақтап турап аламыз. Сәбіз салсаңыз да болады, қызылша салсаңыз да болады. Өзіңіздің фантазияңызға байланысты кез келген көкөністерді сала берсеңіз болады. Барлығын бір ыдысқа салып, дайындап аламыз.
Мен тауықтың төс етін қолдандым. Сіздер фаршты қолдансаңыздар да болады, немесе етті қолдансаңыздар да болады. Кез келген етті қолдана беруге болады. Қызып тұрған табамызға бірінші етті қуырып аламын. Арасында араластырып, осылай ағарғанға дейін қуырамыз. Енді үстіне сарымсағымыз бен туралған бұрышымызды салып, бұларды да қуырып аламыз. Бір шай қасықтай томат пастасын саламыз, тұз, кез келген дәмдеуішті қосып, қақпағын жауып 5-10 минуттай пісіріп аламыз. Енді ұяшықтарымызды дайындау үшін бірінші картопты суға пісіріп аламыз, одан кейін пюре жасаймыз. Бұның үстіне кез келген аскөкті ұсақтап турап саламыз. 40 грамдай сары майды салып, дәміне қарай тұз салып, барлығын араластырамыз. Енді осы шыққан пюремізді осылай ыдыстың ішінде 4 бөлікке бөліп аламыз. Өзіміздің жасауымызға ыңғайлы болады. Енді бір-бір бөліктен алып, қолымызды сулап алып, осылай дөңгелек шарик жасаймыз. Одан кейін арасын осылай ашып, үлкейтіп отырамыз. Ұяшық формасын береміз. Міне, көріп тұрғандарыңыздай осындай болып шығады. Енді пісқан салмамызды барлығына салып шығамыз. Алдын ала ірімшікті үккіштен өткізіп алдым. Осыны барлығының үстіне қойып шығамыз. Түрі осылай ерекше болып шығады. 180 градуста 15-20 минут ұстаймыз. Тамағымыз дайын болды. Көріп тұрғандарыңыздай өте сочный әрі нәзік болып шығады. Ас болсын. Каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңыздар. Сәлем достар. Бүгін осындай өте әдемі муравейниктің рецептімен сіздермен бөлісемін. Видеоны соңына дейін қарап, менімен бірге жасап көріңіздер. Ыдысымызға 2 жұмыртқаны саламыз. 100 грамм қант саламыз. Барлығын венчиктің көмегімен араластырамыз. 150 грамм сары май құйып, тағы да араластырамыз. 6 ас қасық сүт құямыз. Тағы араластырамыз. Жарты шай қасық соданы уксуспен гасить етіп қосамыз. Тағы да араластырып, бір шымшым тұз саламыз. 400 грамм ұнның бірінші жартысын саламыз. Венчиктің көмегімен араластырамыз. Қалған жартысын салып, қолымызбен жұмсақ қамыр илейміз. Қамырларыңыз қатты болып кетпесін, осындай жұмсақ болу керек. Осындай формаға келтіріп, бірнеше бөлікке бөлеміз. Осы бөліктерді салафандарға салып, формасын жұқа қылып істейміз. Сонда тезірек қататын болады. Енді қатқан қамырымызды үккіштен өткіземіз. Қызып тұрған духовкада 180 градуста беті қызарғанға дейін пісіріп аламыз. Осылай бізде пісіп шықты. Енді шұңғыл ыдысымызға барлығын салып, қолымыздың көмегімен барлығын бөліп шығамыз. Немесе миксермен де бөлсеңіздер болады. Бірақ миксермен тым ұсақ болып кетеді. Осындай ұнтақ болып бізде шықты. Енді кремін жасауға көшеміз. Сол үшін біз кез келген бір банка сгущенка аламыз. Үстіне 50 граммдай сары май құямыз. Венчиктің көмегімен немесе вилкамен араластырамыз. Егер тым қою болса, біраз үстіне сүт құйып жіберіңіздер. Осындай крем бізде шықты. Енді осыны ұнтақтың үстіне құйып, барлығын араластырамыз. Муравейник десертін тарелкаға салып үйіп қойсаңыздар да болады, немесе мен сияқты форма беріп, әдемілеп, оформление жасап қойсаңыздар да болады. Кез келген форманы алсаңыздар болады. Мен осындай кішкентай баланың ыдысының крышкасын алдым. Соны бірінші сулап аламыз, жақсылап түсу үшін. Сосын қасықтың көмегімен тығындап шығамыз, формасын жақсы ұстап тұру үшін. Осылай өте әдемі әрі дәмді болып шығады. Кез келген оформленияны қолдансаңыздар болады.
міндетті түрде жасап көріңіздер. Каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңыздар. Барлықтарыңызға ас болсын. Сәлем достар. Бүгін осындай панкейки жасаймыз. Дәмі өте керемет болып, жұмсақ болып шығады. Таңғы асқа жасасаңыздар, өте жақсы желінетін болады. Дәл осы рецептпен жасап көріңіздер. Каналымды қолдап, тіркеліп, комментарий жазуды ұмытпаңыздар. Алдымен ыдысымызға 2 жұмыртқаның сарысын бөлек, ағын бөлек салып аламыз. Сары уысымызға 70 грамм қант салып, венчиктің көмегімен немесе миксермен бірінші осылай қант пен сары уызды араластырып аласыздар. Сосын бірақ миксерді қосыңыздар, себебі қантымыз жан жаққа шашырап кетуі мүмкін. Осылай массамыз біраз ағарғанға дейін миксерлаймыз. Үстіне 3 ас қасық сұйық май құямыз. 200 мл жылы сүтімізді құямыз. Барлығын араластырамыз. 230 грамм ұнымызды саламыз. Тағы да барлығын бірінші миксерді қоспай жай араластырамыз. Сосын ұнымыз біраз суланған кезде миксерді қосамыз. Жақсылап миксерлаймыз. Жарты шай қасық ас содасына біраз уксусты құйып, гасить етіп аламыз. Одан кейін бірақ массамызға құямыз. Барлығын тағы да миксерлаймыз. Массамыз біраз көпіріп, көтеріледі. Енді миксерімізді жақсылап жуып алып, ақ уызымызды миксерлаймыз. Бізге ақ уызымыз өзінің формасын ұстап тұратын күйге түскенге дейін миксерлауымыз қажет. Осылай міне крем сияқты болып шығады. Осыны жаңағы бірінші массамызға құйып, лопаточканың көмегімен астыдан үстіне қарата араластырамыз. Дәл видеодағыдай араластырасыздар. Үстінен басудың қажеті жоқ. Қызып тұрған құрғақ табамызға осылай 1,5 ас қасықтан ақырындап құйып, қақпақпен бетін жауып, панкейктерімізде бірінші тесік пайда болғанға дейін қақпағын ашпайсыздар. Енді екінші бетіне аударсаңыздар болады. Екінші бетіне аударғаннан кейін тағы да қақпағын жауып пісіріп аласыздар. Панкейктеріміз өте тез піседі. Балмен, қаймақпен, сары маймен жесеңіздер де болады. Өте дәмді болып шығады. Міндетті түрде дәл осы рецептпен жасап, үйдегілеріңізді қуантыңыздар. Каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңыздар. Ас болсын. Достар, сәлем баршаңызға. Сливкисіз, творожный сырсыз жасалатын молочная девочка рецептін сіздерге ұсынамын. Жасалу жолы ең оңай, қарапайым ғана заттардан жасалатын ең нәзік торттардың бірі. Дәмі деген өте керемет болып шығады. Алдымен ыдысымызға 1 жұмыртқаны жарып аламыз. Венчиктің көмегімен ақ уыз бен сары уызын араластырамыз. Үстіне 1 банка сгущенканы саламыз. Бұл жерде 380 грамм. Тағы да араластырамыз. Менде мына жерде 450 грамм ұн. Соның үстіне 1 шай қасық разрыхлитель салып араластырамыз. Ұнымыздың 1 бөлігін массамызға салып, 1 келкі болғанға дейін араластырамыз. Ұнымыздың қалған бөлігінде бірнеше бөлікке бөліп салып, араластырып, қоюланғаннан кейін қолымыздың көмегімен жұмсақ қамыр илейміз. Достар, сіздерде ұн көбірек немесе азырақ кетуі мүмкін. Барлығы ұндардың тығыздығына байланысты болады. Қамырымызды үстелдің үстіне салып, иі қанғанға дейін илейміз. Қолымызға біраз жабысыңқырап тұруы қажет. Енді бетін жауып 10-15 минутқа қойып қоямыз. Уақытымыз өтті. Ұзыншақтау қылып осылай жаямыз. Мен 10 бөлікке бөлдім әзірше. Барлығын дөңгелектеп шығамын, жаюыма ыңғайлы болу үшін.
барлығын дөңгелектеп алыңыздар. Одан кейін бетін жауып қойыңыздар, кеуіп кетеді себебі. Енді біреуін алып, оқтаудың көмегімен осылай жайып шығамын. Жұқалау етіп жаясыздар. Бұндай сіздерде форма болмаса, кез келген тарелканы немесе қақпақты алып, пышақтың көмегімен кесіп алуға болады. Енді қызып тұрған құрғақ табағымызға салып, беті осылай үрлене бастаған кезде аударып, барлығын пісіріп аламыз. Өте тез піседі. Уақыттарыңызды көп алмайды. Мінсіз біркелкі болсын десеңіздер, дәл осылай кесіп алсаңыздар болады тағы да. Менде 13 коржық шықты. Енді кремін жасаймыз. 300 грамм қаймаққа 1 банка сгущенканы салып, екеуін араластырамыз. Енді тортымызды біріктіретін боламыз. Асты жылжып кетпес үшін бірнеше қасық кремді құйып аламын. Әр корждың үстіне 2 немесе 3 қасық крем кетіп отырды. Үстін қатты баспаңыздар. Крем осындай өзі сұйық болады. Жылжып кетпес үшін осындай кальцоны қолдануға болады. Ең ақыр корждың үстіне барлық қалған кремді құйып, осылай тегістеп шығамын. Холодильникқа бір түнге қойып қойдым. Енді кальцомызды алып, шетіндегі крем барлығын тегістеп шықтым. Барлығын шет-шетіне жағып, креміміз жақсы қатады. Енді үстін кез келген затпен безендірсеңіздер болады. Мен жай ғана қарақатты үстіне қойып шықтым. Тортымыздың формасы өте әдемі болып шықты. Енді кесіп көрейік. Өте жұмсақ, әрі нәзік болып шығады. Жасап көріңіздер, каналға тіркеліп, лайк басып, қолдап кетіңіздер. Бүгін сіздермен өте нәзік, дәмді, әрі әдемі болып шығатын салаттың рецептімен бөлісемін. Бізге қажетті ыңғайлы ыдыс және осылай форма жасауға арналған зат. Бірінші слой бізде краб таяқшалары, ұсақтап 4 бұрышты етіп тураймыз. Қасықтың көмегімен әр слойды осылай басып шығасыздар. Барлық слойға майонез жағып отырамыз. Пысқан 2 картопты үккіштің кішкентай көзінен өткізіп, екінші слойға пысаламыз. Үш жұмыртқаны ақуыз мен сарыуызынан ажыратып аламыз. Бірінші ақуызын үккіштен өткізіп аламыз. Пысқан бір үлкен сәбізді кішкентай өткіштен өткіземіз.
Ендігі кезекте сарыуызды да өткіштен өткізіп, оны да саламыз. Елу грамм сырды өткіштен өткіземіз және үстіне саламыз. Сырдың үстінен де қасықпен қаттырақ басып шығамыз. Енді формамызды ақырын аламыз. Мінекей азғантай минуттың ішінде осындай әдемі әрі дәмді салат болып шықты. Барлықтарыңызға ас болсын. Сәлем достар, ең нәзік әрі керемет болып шығатын десерттің рецептін бүгін сіздерге ұсынамын. Дәл осы рецепт бойынша жасап көріңіздер, дастархандарыңыздың көркін ашады, өте әдемі болып көрінетін десерттің бірі. Ең алдымен бір ыдысқа 10 грамм желатин саламыз. Және 200 грамм сүтіміздің жартысын құямыз. Барлығын жақсылап араластырамыз. Бір шетіне қоя тұрамыз. Енді басқа ыдысымызға 2 жұмыртқаның сарысын саламыз. Мен 60 грамм қант салдым. Егер тәтті болсын десеңіздер, біраз көбірек салуға болады. Барлығын араластырдым. Үстіне қалған сүтімізді құямыз. Қызып тұрған плитаға қойып, тоқтаусыз араластырып, қайнағанға дейін апарамыз. Бірақ массаны қайнатпаймыз. Енді ысып тұрған массаға жаңағы желатинімізді салып, барлығын біркелкі болғанға дейін араластырамыз. Үстіне 200 грамм қаймақ саламыз. Қаймақ менде 20%. Барлығын араластырамыз. Енді құятын ыдысымызды дайындап аламыз. Жарты ыдыс болатындай ғып массамызды құямыз. Кез келген жеміс жидек қолдансаңыздар болады. Мен малина қолдандым. Малинаны үстіне салып шығамыз. Қалған массаны бетін жауып тұратындай етіп, барлығын құямыз. Енді үстіне қайтадан малинамызды қойып шығамыз. Осылай әдемі болып шығады бізде десерт. Енді бұны суық жерге 2-3 сағатқа қойып қоясыздар. Уақытымыз өтті. Керемет әдемі әрі ерекше болып шықты. Өте нәзік болып шығады. Дәмі енді сөзбен айтып жеткізе алмаймын. Міндетті түрде жасап, өздеріңіз баға бере жатарсыздар. Каналымды қолдап, тіркеліп, лайк басуларыңызды сұраймын. Сәлем баршаңызға. Ораманы енді тек осылай ғана жасайтын боламын. Орамаларыңыздың түрі өте ерекше болып шығады. Дәмі деген керемет болады. Сырты қытырлақ болып, іші ауызда еритін болады. Дәл осы мен рецептімен жасап көріңіздер. Қазақша каналды қолдап, тіркеліп, лайк басып, комментарий жазып кетулеріңізді сұраймын. Алдымен қамырын дайындап аламыз. Ол үшін суық суға бір жұмыртқамызды салып, жарты шай қасық тұзды салып, араластырамыз. Тұзымыз ергенге дейін араластыру керек. Енді ұнымызды бірнеше бөлікке бөліп салып, тығыздау қамыр илейміз. Қамырларыңыз қап-қатты болып кетпесін, біраз тығыздау болса жеткілікті. Қамырларыңыздың иі қанғанға дейін 5-10 минуттай илеу қажет. Осындай қамыр болып шығады. Енді бетін жауып,
Енді салмамызды дайындап аламыз. Ол үшін барлық затты сақтап тураймыз. 2 картоп, біраз үш май, сарымсақ. Менде фарштың ішінде сарымсақ салып араластырылып тұр. Қалған заттарымды дайындап алып араластырамын. Дәміне қарай тұз, қара бұрыш саласыздар. Барлығы біркелкі болғанға дейін қолдың көмегімен араластырып шығамыз. Шыққан салмамызды бір шетке ала тұрып, қамырымызды жайып аламыз. Үстеліміздің үстіне біраз ұн сеуіп, қамырымызды орналастырамыз. Қажетті көлемді кесіп алып, мантоваркада жасайтын орамамыздың қамыры сияқты ғып жайып аламыз. Осылай жұқа қамыр жайылып шықты. Енді үстіне салмамыздың барлығын салып, барлығын тегістеп шығамыз. Осының барлығын орап шығамыз. Бетіне жабатын қамыры ашылып кетпес үшін бірінші майлап аламын. Одан кейін құр қамырдың өзін жауып шығамын. Сонда арасы ашылмай жақсы пысады. Противеньге саламыз. Орамамыздың беті әдемі болып пісу үшін жұмыртқаның сарысын барлық жеріне жағып шығамын. Қалауларыңызға қарай кез келген затпен безендірсеңіздер болады. Менде үйде күнжіт болды, сонымен барлық жерін сеуіп шықтым. Енді қызып тұрған духовкамызға 180 градусқа 35 минутта пісіріп алсаңыздар болады. Тамағымыз пісіп шықты. Осылай өте әдемі, аппетитный болып шығады. Жасап көріңіздер. Каналыма тіркеліп, комментарий жазып, лайк басуды ұмытпаңыздар. Ас болсын.